Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Наполеон тортын өте қарапайым жолмен жасалуын сіздермен бірге бөліскім келіп отыр. Ең алдымен иліктен өткізілген 500 грамм ұнға бөлме температурасында 200 грамм сары майды ұнтақтап, жақсылап тұрып қолымызбен араластырып шығамыз. Оның үстіне тұз қосып, бір жұмыртқамызды салып жібереміз. Оның үстіне сметанамыздың 100 граммдай салып араластырамыз. Менде сметана 15%. Оның үстіне араластырып, жарты чайны ложка уксусты қосып жіберсек болады. Оны жақсылап тұрып илейміз. Қолымызға жабысады ештеңке емес. Азғантай ұн сеуіп, жақсылап тұрып 5-10 минутта илеп шығамыз. Иі қанғанша. Одан кейін қамырымызды бөліп аламыз. Менде 9 бөлік шықты. Оның үстіне біз пищевой пленкамызды жауып, морозильникке салып қоятын боламыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін әрқайсы бөліктерден алып, жұқа етіп жайып, пешімізге, қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Қамырларымыз тез піседі, себебі жұқа. Қызарғанша жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Достар, айтпақшы, мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, сіздерден қолдау күтемін. Тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдында қызықты видеоларды салатын боламын. Сіздерден қолдау күтемін. Үстіп жұқа етіп жайып, пешімізге пісіріп аламыз. Пісіріп болған соң кремімізді жасаймыз. 100 грамм сары майға сметана, оның үстіне бір банка сгущенкамызды қосамыз. Достар, сіздер егер де сметананы жақтырмасаңыздар, тек қана сгущенкамен сары майды араластырып істесеңіздер болады. Ол да дәмді, жұмсақ болып шығады. Біз үйдегілер сметананы ұнатады, сол үшін сметана араластырып жағамын. Енді тортымызды жинаймыз. Слой етіп жағып, арасына сметанамызды жағып, тортымызды жинаймыз. Тестамызды жинаған кезде үстіне қатты баспаймыз, себебі сынып кетуі мүмкін. Әбден сіңген соң ол өзі жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте көп уақыт алмайды. Ең соңында крем үстіне жағып, қалған тестамыздың крошкасын үстіне безендіріп шығамыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Дайын болған тортымызды холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.